Сәлеметсіздер ме, балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы тұңғыш ұстаз. Здравствуйте, ребята! Тема сегодняшнего урока – первый учитель. Жаңа сөздермен таныс болайық. Ознакомимся с новыми словами и запишем их в словарь. Сөздік дәптерге жазып алайық. Жаңалық, новость, әңгіме, разговор, жеке, отдельно, ұстаз, педагог, учитель. Тағы да бір қайталап шығайық. Повторим еще раз. Жаңалық, новость, әңгіме, разговор, жеке, отдельно, ұстаз, педагог, учитель. Оқы, қайтала. Читай, повторяй. Ыбырай Алтынсарин, тұңғыш ұстаз. Қостанай облысы Арқалық қаласындағы Ыбырай Алтынсариннің мемориалдық музейі. Оқы және қайтала. Оқылым екінші тапсырма. Мәтінді оқы, мәтінге тақырып қой. Прочитайте текст и назовите его. Ыбырай Алтынсарин қазақ балалар әдебиетінің атасы. Ыбырай Алтынсарин отец детской литературы. Ол балаларға арнап көп әңгіме жазған. Он очень много рассказов написал, посвященные детям. Ыбырай Алтынсарин қазақ даласына жаңалық әкелді. Ыбырай Алтынсарин в казахскую жизнь принес очень много новшества. Ол мектеп ашты. Он открыл первую школу. Ахмет Байтұрсынұлы, Спандияр Көбеевтер сол мектепті бітірді. Ахмет Байтұрсынов, Спандияр Көбеев закончили эту школу. Ол орыс ғалымдары Григорьев, Ильминскиймен дос болған. Он дружил с русскими учеными, такими как Григорьев, Ильминский. Ыбырай Алтынсарин ұлы ұстаз, дара тұлға. Ыбырай Алтынсарин великий педагог, особая личность. Енді осы мәтінге тақырып қойыңдар. Назовите этот текст. Айтылым үшінші тапсырма. Диалогты толықтыр. Ауызша тапсырма. Устная работа. Значит, вы должны дополнить диалог. То есть вы должны составить вопрос в устной форме, и ответ у вас готовый. Например, мысалы, Ыбырай Алтынсарин қазақ балалар әдебиетінің атасы. Қандай сұрақ қоюға болады? Какой можно вопрос составить? Ыбырай Алтынсарин кім болған? Ыбырай Алтынсарин қазақ балалар әдебиетінің атасы. Жазылым, письменная работа. Төртінші тапсырма. Төмендегі тірек сөздерді пайдаланып, мәтін құрастыр. С данными словами, которые даны внизу, нужно составить текст. Тірек сөздер. Ыбырай Алтынсарин, оның, балаларға, ашқан, ол, ұстаз, әңгіме, мектеп, дара. Осы сөздерді пайдаланып, мәтін құрастырасыңдар. Составьте текст по этим данным словам. Айтылым, устная работа. Бесінші тапсырма, пятое задание. Суреттегі Ыбырай Алтынсарин салдырған Торғай қаласындағы мектеппен өз мектебіңді салыстырып әңгіме құра. По рисункам. На рисунке вы видите школу, построенным Ыбыраем Алтынсариным в городе Торгай. Значит, вы должны будете свою школу и эту школу сравнить и составить рассказ в устной форме. Үйге тапсырма, домашнее задание. Жаңа сөздерді жаттау, выучить новые слова. Давайте еще раз повторим. Жаңалық, новость, әңгіме, разговор, жеке,
отдельно, ұстаз, педагог, учитель. Есте сақта, запомни. Ыбырай Алтынсарин балаларға арнап көп әңгіме жазды. Ыбырай Алтынсарин, посвященные детям, написал очень много рассказов. Ол кісі балалар әдебиетінің атасы. Ыбырай Алтынсарин – отец детской литературы. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.